Сәби қайырымдылық қорының 2025 жылдық есебі. Инфрақұрылымдық жоба. Қызметін бастаған күннен бастап бүгінге дейін, яғни 23 жыл бойы, Сәби қайырымдылық қоры Қазақстанның түкпір-түкпірінде ауқымды инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асырып, әлеуметтік нысандарды салу, жөндеу және қажетті материалдық техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету бағытында қызмет атқарып келеді. Қордың бастамасымен Қызылорда қаласында сәбилер үйі, Ақтөбе қаласында балалар үйінің түлектеріне арналған мейірім әлеуметтік бейімдеу орталығы, Алматы қаласының Наурызбай ауданында 1200 орындық жалпы білім беретін мектеп-гимназия, Астана қаласында дарынды балаларға арналған Зердей мектеп-лицейі сынды ірі әлеуметтік нысандар жобаланып, толықтай іргетасы қаланды. Аталған нысандардың барлығы қор қаражаты есебінен қаржыландырылып, мемлекетке өтеусіз негізінде табысталды. Ағымдағы жылы Сәби қоры Шымкент қаласындағы фосфоршылар мәдени кеңістігін салу жөніндегі жаңа жобасы аясында жұмыстарды жалғастырды. Жаңа фосфоршылар жобасы тұрғындардың өмір сапасын арттыруға және жастардың шығармашылық әлеуетін қолдауға бағытталған қалалық инфрақұрылымды дамытудағы маңызды қадам болып табылады. Жобаның жалпы болжамды құны 10 миллиард теңгеге жуық. Биылғы жылы жобаны іске асыруға 53,448,479 теңге көлемінде қаражат жұмсалды. 23 жылдық қызметі барысында Сәби қоры инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға 8 миллиард теңгеден астам қаражат бағыттады. Медициналық жоба. Медициналық бағыт Сәби қоры қызметіндегі басым бағыттарының бірі болып табылады. Қордың 23 жылдық қызметі барысында аурухана палаталарын күрделі жөндеуден өткізу мен медициналық мекемелерді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуден бастап, операциялық және емдеу диагностикалық бөлімшелерді толық қайта жаңғыртуға және медициналық жабдықтармен жарықтандыруға дейінгі кешенді шаралар жүзеге асырылды. 2018 жылы Сәби қоры Қазақстан өңірлерінде балаларға арналған жедел хирургия бөлімшелерін салу бойынша бұрын-соңды болмаған республикалық жобаны іске қосты. Бүгінгі таңда мұндай бөлімшелер Алматы, Семей, Ақтау, Петропавл және Атырау қалаларында ашылған. Барлық хирургиялық бөлімшелерде балаларға жедел және оңалту көмегін тиімді әрі сапалы көрсетуге қолайлы жағдай жасалған. Биылғы жылы Семей қаласындағы балаларға арналған шұғыл хирургия бөлімшесіне қор тарапынан қан тамырларын бітеу технологиясымен жабдықталған хирургиялық электролегирлеуші аппаратты сатып алынды. Атырау қаласындағы балаларға арналған шұғыл хирургия бөлімшесіне мүгедектер арбалары, медициналық арбалар, хирургиялық аспираторлар, тонометрлер, сондай-ақ өзге де оңалту және диагностикалық медициналық жабдықтар сатып алынды. Ақтау қаласындағы облыстық балалар ауруханасының неврология, травматология және педиатрия бөлімшелерінде Сәби қоры кішкентай науқастардың демалуына арналған жайлы ТВ аймақтарды жабдықтады. Сәби қоры Алматы қаласының Түрксіб ауданындағы нөмір 32 қалалық емханасындағы магниттік резонанстық томограф аппаратының жөндеу жұмыстарын қаржыландырды. 2025 жылы медициналық жобаны іске асыруға жұмсалған қаражат көлемі 17,142,105 теңгені құрады. Ал қордың 23 жылдық қызметі барысында шамамен 2,5 миллиард теңге бағытталды. Білім беру бағдарламасы. Білім беру бағыты Сәби қоры қызметінің алғашқы кезеңінен бастап бүгінгі күнге дейін өзектілігін сақтап келе жатқан басым бағыттарының бірі. Осы бағыттағы қордың 23 жылдық қызметі барысында көптеген жобалар жүзеге асырылды. Республикадағы әлеуметтік мекемелердің тәрбиеленушілері мен педагогтарына арналған мамандандырылған тренингтер, кәсіби бағдар беру шаралары мен ұбт-ға дайындық курстары, Қазақстандағы және шетелдегі жетекші жоғары оқу орындарына білім беру гранттарын тағайындау, дарынды балалар мен жастарды қолдау, сондай-ақ өңірлерде мектеп оқушыларына арналған толықтай жабдықталған тегін робототехника орталықтарын ұйымдастыру. Биыл қор Ivy лигасына кіретін беделді университеттерге Гарвард университетіне, Калифорния университетінің Беркли кампусына және ақш-тың Чикаго университетіне оқуға түскен 4 қазақстандық мектеп оқушысына білім беру гранттарын тағайындады. Жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы 89 миллион теңгені құрады. Ал қордың 23 жылдық қызметі барысында білім беру бағдарламасын іске асыруға шамамен 500 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Жас кәсіпкерлерді қолдау.
10 жыл бойы сәби қоры жас кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған өз бизнесіңді баста байқауын жүйелі түрде өткізіп келді. Осы кезең ішінде Қазақстанның 80 жас кәсіпкерлері өз ісін бастау және дамыту үшін қайтарымсыз гранттарға ие болып, бөлінген қаржының жалпы көлемі 2.240.000 ақш долларын құрады. Биыл сәби қоры Қазақстандағы креативті индустриялар саласындағы Step P Awards премиясының демеушісі болды. Science Impact және әлеуметтік жобалар аталымдары бойынша жеңімпаз атанған 2 қатысушы қор тарапынан өз кәсібін дамытуға 1 миллион теңгеден қаржылай қолдау алды. Ұлттық мәдениетті сақтау және дамыту. Сәби қоры ұлттық мәдениетті сақтау мен дамытуға елеулі үлес қосып келеді. Осы мақсатта әр жылдары бірқатар бастамалар жүзеге асырылды. Жас домбырашыларға арналған домбыра дастан байқауы, қазақ тіліндегі балалар әдебиетін насихаттауға бағытталған сәби оқулары жобасы. Сондай-ақ Венеция биенналесінде Қазақстанның алғашқы ұлттық павильонын ұйымдастыруға демеушілік қолдау көрсетілді. Биыл қор келушілерді қазақ халқының мәдениеті мен тарихи мұрасымен таныстыру мақсатында Париж қаласындағы шығыс өнерінің ұлттық музейінде өткен қазақ далалық өркениетінің мәдени коды атты көрменің ұйымдастырылуына демеуші болды. Сәби қоры Мұқан Төлебаев атындағы музыка мектебіне Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ халқының ерлігі мен рухани беріктігіне арналған спектакльді ұйымдастыруға қаржылай қолдау көрсетті. Қазақстанда алғаш рет сәби қоры Ну-Дом қауымдастығымен серіктесе отырып, әлемге әйгілі ойшылдарды, ғалымдарды және визионерлерді біріктірген Future Talks зияткерлік форумын ұйымдастырды. Ғылым, экономика және мәдени салаларындағы сарапшылар арасындағы ашық әрі мазмұнды диалог барысында адамға бағдарланған көзқарас, білім және гуманитарлық құндылықтар болашақ дамудың негізгі тіректері ретінде айқындалды. Жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы 121.091.186 теңгені құрады. Коммерциялық емес секторды қолдау және дамыту. Сәби қоры ұзақ жылдар бойы Қазақстандағы коммерциялық емес сектордың қалыптасуы мен дамуына тұрақты қолдау көрсетіп келеді. 2020 жылы қор қазақстандық 2 коммерциялық емес ұйымға Шұғыла қоры мен Расимия Фудбанк қорына қаржылай қолдау көрсетті. Сәби қоры аталған ұйымдардың әкімшілік шығындарын 3 ай бойы толық өз мойнына алып, олардың қызметін тоқтатпай, жұмысын жалғастыруға мүмкіндік берді. Себебі әрбір қор, тіпті ең шағын ұйымның өзі де қоғам үшін ерекше маңызға ие. Биыл Қазақстанда алғаш рет коммерциялық емес ұйым қызметкерлеріне арналған Дос Академи онлайн мектебі өз жұмысын бастады. Осы бастама аясында сәби қорының президенті Әсел Тасмағамбетова мектептің негізгі сарапшыларының бірі ретінде шақырылды. Қайырымдылық саласындағы көп жылдық басқарушылық тәжірибесімен үшінші сектордың даму үдерістерін жан-жақты түсіну арқылы ол қатысушылармен өз тәжірибесі мен білімімен кеңінен бөлісті. Экологиялық бағдарлама. Аталған бағдарлама сәби қоры мен Орталық Азия экологиялық зерттеулер институтының бірлесуімен Каспий итбалығы бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. 2019 жылы Ақтау қаласында Қазақстан алғаш рет Каспий итбалығын зерттеу және оңалту орталығы ашылды. Институт пен орталықтың халықаралық экспедициялар мен ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 2020 жылы Каспий итбалығы Қазақстанның қызыл кітабына енгізілді. Экологиялық бағдарлама аясында биыл қор тарапынан Арал теңізінің құрғақ қалған экожүйесін қалпына келтіруге бағытталған жобаға 2,5 миллион теңге көлемінде қайырымдылық көмек көрсетілді. Бұл аймақ халқының денсаулығын қорғау, климаттық тұрақтылықты сақтау және өңірдің экономикалық болашағын қамтамасыз етуге бағытталған күрделі әрі маңызды жұмыс. Қазақстанда Әсел Тасмағамбетованың құрметіне ағаш отырғызу атты республикалық экологиялық акция өтті. Акция Қазақстанның 7 өңірінен келген қатысушыларды біріктірді. Ел аумағында 350-ден астам ағаш отырғызылып, олар алғыс пен бірліктің жарқын нышанына айналды. Әлеуметтік осал топтарға бағытталған нысаналы көмек. Атаулы көмек сәби қоры қызметінің басым бағыттарының бірі болмаса да, ұйымдар мен жеке тұлғалардың қайырымдылық қолдауының арқасында біз көмекке мұқтаж жандарға уақытылы әрі жедел қолдау көрсету мүмкіндігіне иеміз. 2025 жылы сәби қоры әртүрлі дертке шалдыққан балалар мен ересектерге, сондай-ақ балаларға арналған әлеуметтік мекемелерге жалпы сомасы 4.500.000 теңге көлемінде атаулы көмек көрсетті. 23 жылдық қызметі барысында қор мұқтаж жандарға көрсетілген атаулы көмекке 85 миллион теңгеден астам қаражат бағыттады.
Қордың 2025 жылғы жалпы бюджеті 289 миллион 941 мың 770 теңгені құрады. Ал сәби қорының 23 жылдық қызметі кезіндегі жалпы бюджеті 25 миллиард теңгеге жетті.